Ассалаумалейкум. Бүгін кішкентай қыздарға арналған осындай әдемі көйлек тігетін боламыз. Менің матамның ені 50 сантиметр, оны 4-ке бүктеп алдым және лекаламды қойып, осылай қиып шығамын. Бұл жерде менде қосымша лекалада уже беріліп қойған. Егер сіздер тігетін болсаңыздар, онда 1 сантиметр қосымша беруді ұмытпаңыздар. Артқы бойдың лекаласын қойып, алдын ала бормен сызып, содан кейін қиып алсаңыздар да болады, немесе бірден осылай қиып алсаңыздар да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Бірден алдыңғы бой мен артқы бойды қиып алдық. Енді бір бөлігімізді аламыз да оған алдыңғы бойдың лекаласын қоямыз. Содан кейін мойнын және қолтығын бастырып сызып, содан кейін қиып аламыз. Бізде алдыңғы бойда мойны кішкене ойыңқы болады, иә. Мынау бізде алдыңғы бой, мынау бізде артқы бой, қыздар. Алдыңғыда кішкене ойыңқы болады мойны. Қалған матамызды 4-ке бүктейміз да, етекті қиып аламыз. Біздің етегіміз 2 қос етектен тұрады. Мынау қиып жатқанымыз бұл біздің жоғарғы бөлігі. Алдын және артқы жағын қиып алдық бірден. Ашқан кезде көрінісі осындай. Біздер сборкаға жинаймыз. Мінекей үстіңгі жағы және етектің астыңғы бөлігі. Оны да сборкаға жинаймыз. Сол кезде осындай әдемі көйлек болады. Мен остаток маталардан тігіп жатқандықтан, мына астыңғы етектің сборкасы аздау болып қалды. Сол үшін тағы да қалған маталардан қосып, сборкасын көбейткім келіп тұр. Ұзындығына тағы да қосымша беріп жатырмын. Егер сіздің де матаңыз жетпей тұрса, сборкасы аз болып ұнатпасаңыз, онда осылай қосып тігіс түсірсеңіздер болады. Балаларға арнайы мата сатып алып қажет емес, үйдегі қалған маталардан тігіп алсаңыздар да жеткілікті, себебі балаларға мата аз кетеді. Бірінші бөлігімнің ұзындығы міне 2 бүктегенде 62, иә. Ал ені 15. Екінші бөліктің ені 20, ұзындығы 2 бүктеліп жатқандағы ұзындығы 84. Бұл бізде 4-5 жасқа келетін көйлек. Менің көйлегімнің иығында осындай валан болады. Қанат тәріздес етіп қиып аламыз. 4-ке бүктеп, бірден 2 жағын қиып, және центрін белгілеп қоямыз. Көйлегіміздің 2 иықтарын тігіп аламыз қосып, содан кейін етектердің 2 жан тігістерін қосып тігіп аламыз. Мінекей, бірінші бөлікті тіктік, енді екінші бөлікті де солай 2 жағын тігіп аламыз. Етектің 2 қапталындағы тігістерді оверлоктап аламыз. Оверлогыңыз болмаса, зигзагтап алсаңыз болады. Барлық етектердің жандарын осылай. Содан кейін 2 иықты да оверлоктап аламыз бірден. Және иықтағы валандарымызды да бірден оверлоктап аламыз. Бізде 2 иыққа 2 штук. Менің жағдайымда ені 11, ұзындығы 41. Сіздер бұдан да үлкен қылып алсаңыздар болады. Осы иықта тұратын валандарымыздың шетін қайырып отырып тігіп аламыз. 2 жағында. Содан кейін тігісімізді 5-ке қойып, үлкен тігіспен шетінен лапканың бойымен 2 тігіс түсіреміз. Сборкаға жинау үшін қажет болады. Және етектеріміздің де жоғарғы жағын шетінен 2 тігіс жүргізіп, сборкаға жинау үшін дайындаймыз. Бұл кезде тігістеріңізді үлкен шаққа қоюды ұмытпаңыздар, сол кезде жақсы жиырылады. 2 жіпті қатар ұстап тартып, осылай сборкаға жинаймыз. Қыздар, осылай қараңыздар, егер де мойны тар болса, кішкене үлкейтеміз. Бізге баламыздың басына кішкене тарлау болды мойны. Сол үшін осылай алдыңғы жағынан ойып кеңейтіп жатырмыз.
Менің жағдайымда иыққа салатын воланымның ұзындығы 20 см болды. Сборкаға жинаған кезде центрін алдын ала тауып қойған едік. Соны иықтағы тігіспен келтіріп түйрелеп аламыз. Содан кейін осы шетінен бастап лапканың бойымен тігіп шығамыз. Тігу барысында сборкаларымызды қолымызбен дұрыстап отырамыз. Бір келкі әдемі болуы қажет. Егерде бір жерге көп жиырылып тұрса, ол әдемі болмайды. Сондықтан қадағалап отырыңыздар. Мінекей, бір жағын тігіп болдық. Осындай әдемі болып тігілді бір келкі сборкамыз. Енді екінші жағын тура солай центрлерін бір-біріне келтіріп, иық тігісіне қойып, түйрелейміз, немесе көктеп алсаңыздар болады. Содан кейін тігіп шығамыз. Біріншісін қалай тіктік, тура солай. Артық жіптерімізді алып тастауды ұмытпаймыз. Бағана сборкаға жинаған көмекші жіптерімізді. Содан кейін оверлоктап аламыз иықтарымызды да, екі жағын, немесе зигзагтап алсаңыздар да болады. Көйлегіміздің екі қапталын түзеу тігіспен машинкада тігіп аламыз. Бірінші жағында, екінші жағында тігіп аламыз. Содан кейін оверлоктап аламыз. Енді қолтығымызды тігетін боламыз. Ол үшін шетінен қайырып, видеодағыдай 0-а дейін тігіс түсіреміз. Мінекей, біз осылай тігіп алдық. Сіздерде де осындай әдемі тігіс болуы қажет. Екі жағында тігіп аламыз. Мінекей, осындай әдемі болып шықты. Енді кеудеге етектерімізді жалғаймыз. Ол үшін алдын ала біздер тігіп алған едік қой, сол тігісімізді сборкаға жинаймыз. Екі жібін тартып арқылы бір келкі сборкаға жинаймыз. Содан кейін үстіңгі бөлік пен астыңғы бөліктің етектерін бір-біріне қосып аламыз. Тігу барысында сборкаларын түзеп, бір келкі етіп тігуді мұқият болыңыздар. Етектерімізді қосып алдық және жіптерден тазалауды ұмытпаңыздар. Артық жіптердің бәрін алып тастаймыз. Енді кеудеге етекті жалғап қосатын боламыз. Ол үшін кеуденің тігісіне етектің жан тігістерін тауып бір-біріне келтіріп, инелеп, сосын түзеу тігіспен айналдырып тігіп шығамыз. Тігу барысында сборкаларын бір келкі етіп отыруды ұмытпаңыздар. Сборкаларыңыз қаншалықты бір келкі болса, әдемі болып шығады көйлектеріңіз. Енді тігістерімізді оверлокпен тігіп аламыз. Мінекей, көйлегімізді осылай жалғап қосып алдық. Өте әдемі болып шығып жатыр. Енді етегін тігу ғана қалды. Содан кейін мойнын өңдейтін боламыз. Алдымен етекті екіге қайырып, осылай тігіп шығамыз, айналдырып. Көйлектің мойнын өңдейтін боламыз. Ол үшін мен дайын косая бейканы қолданып жатырмын. Немесе өзінің матасынан да бейка жасап алсаңыздар болады. Иық тігісінен бастап бейкамды қойып, лапканың бойымен айналдырып, асықпай тігіп аламыз. Айналдырып тігіп алдық және 1 см қалдырып, екі шетінен де қиып тастаймыз артығын. Осы шеттерінен 1 см қалдырған жерімізден мінекей видеодағыдай қосып тігіп аламыз. Енді бір қайырып бейкамызды және екінші рет тағы қайырып, шетінен
әдемілеп түзеу етіп тігіп аламыз. Көйлегіміз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді жақсылап бір үтіктеп аламыз. Видео сіздерге ұнады, пайдалы болды деген ойдамын. Видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін.